Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Егер де сіздің қаныңыз қою болса, қан айналымында қандай да бір мәселе туындаса, немесе вирустан кейін қан тамырларының күйін қалпына келтіргіңіз келсе, онда сізге міндетті түрде анарды жеу керек. Мен бүгін сіздерге анардың сіз білмейтін пайдасы туралы айтатын боламын. Ендеше мен арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Анар қанды тамаша тазартады, жаман холестеринді төмендетеді. Құрамындағы фосфор, магний, кальций қан тамырларының қабырғаларын нығайтады. Күніне бір анардан жесеңіз, қан айналымын жақсартады. Тромбозды азайтады, қандағы қантты төмендетеді. Диабеттің алдын алатын нағыз пайдалы жеміс. Құрамында С дәрумені бар. Ол суық тию кезінде өте пайдалы. Гемоглобинді жоғарылатады. Анардың ең танымал қасиеті анемиямен күресу. Анемия кезінде сұйытылған анар шырынын күніне 3 рет тамақтан 30 минут бұрын 2 ай бойы жарты кеседен ішіңіз. Қысымды төмендетеді. Анар дәндері гипертониялық науқастарда қан қысымын өте жұмсақ төмендетеді. Ал анар жемісінің қабықшаларын шайға қосып ішсеңіз, жүйкеңізді тыныштандырып, түнгі ұйқыңызды жақсартады. Гормондардың белсенділігін арттырады. Анар тұқымында денедегі гормоналды теңгерімді қалпына келтіретін майлар бар. Сондықтан анар дәндерін түкіруге болмайды. Оларды тек қана жеу керек. Әсіресе етегіңіз ауырып келетін болса, басыңыз ауыратын болса, немесе менопауза болса. Менімен бірге соңына дейін болғаныңызға рахмет. Менің видеомды соңына дейін егерде қарасаңыздар, арнама тіркеліп кетіп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар.